Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жусан мен жұмыртқадан өте дәмді, жұп-жұмсақ, тез әрі жылдам дайындалатын чебуреки дайындаймыз. Салмасына жусан мен жұмыртқа керек болады. Табаға майымызды құямыз, майды өте аз мөлшерде құямыз. Оның үстіне жұмыртқамызды салып, жақсылап қуырып аламыз. Араластырамыз. Мінекей жұмыртқамыз дайын болды. Енді өте аз мөлшерде тұз қосамыз. Енді қамырымызды елеп аламыз. Бізге ол үшін 270 грамм ұн және де жылы сумен илейміз. Мінекей ұнымызды елеп болдық. Енді оның бетін пленкамен немесе салафанмен жауып 5-10 минутқа қоямыз. Қамырымыз дайын болғанша начинкасын тураймыз. Бірінші жусайды жақсылап, ұсақтап тұрып, әдемілеп турап аламыз. Турап болған жусайымызды бөлек бір ыдысқа саламыз. Келесі тура осылай жұмыртқамызды да ұсақтап турап шығамыз. Мінекей туралған жұмыртқамыз мен жусайымызды араластырып, үстінен өте аз мөлшерде тұз қосамыз. Екеуін араластырып, осымен біздің начинкамыз дайын. Енді қамырымызды жаюға кірісеміз. Мінекей қамырымыз дайын. Енді оны бірнеше бөліктерге ұзынынан кесеміз. Кесілген қамырымыздың бөліктерін тағы да кішкентай бөліктерге бөлеміз. Кесілген бөліктерін алақанымызбен домалақтап дөңгелек пішінге келтіреміз. Бұл жазуға ыңғайлы болады. Мінекей дайын болған қамырымызды жазамыз. Өте жұқа немесе өте қалың болып кетпеу керек. Асты жабыспас үшін кішкене ұн себеміз. Мінекей ұнымызды жазып болдық. Енді салмамызды ішіне салып, жақсылап тұрып түйетін боламыз. Міне қарап алыңыздар, екі жақ шетін біріктіреміз. Жақсылап біріктіріңіздер, жаңа майға қызған кезде ашылып кетуі мүмкін. Енді жақсылап шетін қайырамыз. Тура осылай, бұл әдемілік үшін, әрине. Өте оңай және де өте әдемі болады. Мінекей барлығы дайын. Енді майымызды қыздырып пісірамыз. Мінекей майымыз қызды. Енді біртіндеп сыйғанша салып шығамыз. Екінші бетін аударамыз. Екі жағы бірдей пісу керек. Мінекей біздің чебурекиларымыз пісті. Өте әдемі болып. Иісі де, дәмі де керемет. Міне қарасаңыздар, жап-жасыл. Иісі де, дәмі де керемет. Жұп-жұмсақ болып пісті. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.